Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің санауи YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз 5 сыныптың математика оқулығындағы 3-ші тақырып натурал сандарды салыстыру бойынша есептер шығарып үйренеміз. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ал енді сабақты бастайық. Берілген тақырыпқа есептерді шығара алу үшін нені білу керек? Салыстыру таңбалары, қос теңсіздік. 27-ші есеп. Үшінші жаттығуда берілген үшінші кестені қолданып, Үндістан мен Қытай, бірінші жағдайда, екінші жағдайда Қазақстан мен Монғолия, үшінші жағдайда Ресей мен Жапония елдері халықтарының сандарын салыстырыңдар. Үшінші кесте экранның сол жағында көрсетілген. Бірінші жағдайда Үндістан мен Қытай. Үндістанда 1 миллиард 282 миллион 790 мың. Қытайда 1 миллиард 374 миллион 220 мың. Сәйкесінше 1 миллиард 374 миллион 220 мың саны үлкен. Екінші жағдайда Қазақстан мен Монғолия. Қазақстан 17 миллион 651 мың 300. Монғолияда 3 миллион 61 мың 425. Сәйкесінше 17 миллион 651 мың 300 саны үлкен. Үшінші жағдайда Ресей және Жапония. Ресейде 146 миллион 495 мың 530. Жапонияда 126 миллион 880 мың. Сәйкесінше 146 миллион 495 мың 530 саны үлкен. 28-ші есеп. Қос теңсіздікті оқыңдар. Жалпы қос теңсіздікті оқыған кезде алдымен ортасында жазылған сан оқылады. Және қос теңсіздікті оқыған кезде екі түрлі тәсілмен оқи аламыз. Бірінші тәсіл солдан оңға қарай оқылады. Екінші тәсілінде оңнан солға қарай оқылады. Ең алдымен бірінші тәсіл бойынша оқып көрейік. 25 саны 17-ден үлкен, бірақ 29-дан кіші. 78 саны 76-дан үлкен, бірақ 94-тен кіші. 136 саны 101-ден үлкен, бірақ 450-ден кіші. 1033 саны 829-дан үлкен, бірақ 2005-тен кіші. Ал енді екінші тәсілмен оқып көрейік. 25 саны 29-дан кіші, бірақ 17-ден үлкен. 78 саны 94-тен кіші, бірақ 76-дан үлкен. 136 саны 450-ден кіші, бірақ 101-ден үлкен. 1033 саны 2005-тен кіші, бірақ 829-дан үлкен. 29-ші есеп. Сөйлемді қос теңсіздік арқылы жазыңдар. Бірінші жағдайда 24 саны 19-дан үлкен, бірақ 27-тен кіші. Бірінші оқылатын сан ол міндетті түрде ортасында жазылады. 24 саны 19-дан үлкен, бірақ 27-тен кіші. Екінші жағдай 33 саны 32-ден үлкен, бірақ 34-тен кіші. 33 саны ортасына жазылады. 32-ден үлкен, бірақ 34-тен кіші. Үшінші жағдай 51 саны 49-дан үлкен, бірақ 56-дан кіші. 51 санын ортасына жазамыз. 51 саны 49-дан үлкен, бірақ 56-дан кіші.
Төртінші жағдай. 86 саны 77-ден үлкен, бірақ 88-ден кіші. 86 саны ортасына жазылады. 86 саны 77-ден үлкен, бірақ 88-ден кіші. 30-шы есеп. Координаталық сәулені қолданып, 16-шы жаттығуда берілген бірінші жағдайда қаздың массасын тауық пен күрке тауықтың массаларымен салыстырып, мүмкін болатын барлық қос теңістіктерді жазыңдар. Бұл жерде тауықтың массасы 5 кг, қаздыкі 10 және күрке тауықтыкі 20. Енді осы 3 сан арқылы қос теңістікті жазатын болсақ, 10-ды ортасына жазамыз, 10 бізде 5-тен үлкен және 20-дан кіші. Екінші жағдай. Аңдардың секіру ұзындығын салыстырыңдар. Мүмкін болатын барлық қос теңістіктерді жазыңдар. Аңдардың секіру ұзындықтары 7, 10, 11 және 2. Енді осы сандарды өсу ретімен алдымен жазып алайық. Бұл 2, 7, 10, 11. Енді осы 4 саннан біз қос теңістіктерді құрастырайық. Егерде 7-ні ортасына алып жазатын болсақ, ол бізде 2-ден үлкен, бірақ 10-нан кіші. Келесі. 7 ол бізде 2-ден үлкен, бірақ 11-ден кіші. Немесе ортасына 10-ды жазып қарастырсақ болады. 10 бізде 2-ден үлкен, бірақ 11-ден кіші. Немесе 7-ден үлкен, бірақ 11-ден кіші. Отыз бірінші есеп. Берілген сандарды қолданып қос теңістік жазыңдар. Бірінші жағдай. Ең алдымен сандарды өсу ретімен жазайық. 11, 20, 26. Осы жердегі 20 11-ден үлкен, бірақ 26-дан кіші. Екінші жағдай. 9, 15, 17. 15 9-дан үлкен, бірақ 17-ден кіші. Үшінші жағдай. 39, 40, 43. 40 39-дан үлкен, бірақ 43-ден кіші. Төртінші жағдай. 200, 450, 500. 450 200-ден үлкен, бірақ 500-ден кіші. Отыз екінші есеп. Есіл, Сырдария және Жайық өзендері еліміздің аумағынан өтеді, және олардың жалпы ұзындығы сәйкесінше 2528 км, 2219 км, 2450 км. Әр өзеннің ұзындығы қандай? Өзендердің ұзындықтарын қос теңістік жазып салыстырыңдар. Сәйкесінше деп тұрғанымыз, яғни егерде есіл бірінші жазылып тұрса, онда есілге сәйкес ұзындық 2528 км болады. Сырдарияға қатысты 2219 км және Жайыққа 2450 км. Ал енді осы 3 санға қатысты қос теңістікті жазу үшін ең алдымен өсу ретімен сандарды жазып алайық. 2219, 2450 және 2528. 2219 бұл Сырдария, 2450 Жайық және 2528 Есіл. Бұл жерде 2450 2219-дан үлкен, бірақ 2528-ден кіші. Яғни Жайық өзені Сырдарияға қарағанда үлкен, бірақ Есілден кіші. 33-ші есеп. Бірінші жағдайда x кіші 2-ден, екінші жағдайда x кіші 6-дан теңістігі дұрыс болу үшін x-тің орнына қандай натурал сан қоюға болады? Натурал сандар бізде санау үшін қолданылатын сандар. Яғни ол бізде 1-ден бастап шексіз оң таңбалы сандар болып кете береді. Бірінші жағдайда біздегі x-тің орында тұрған сан 2-ден кіші болуы керек. Бұл
1 дейтін сан. 0 кірмейді, себебі 0 натурал сандар қатарына жатпайды. Екінші жағдай. X кіші 6-дан. Яғни X-тің орында бізде 1, 2, 3, 4, 5 дейтін сандар болуы мүмкін. Отыз төртінші есеп. X-тің орнына қойғанда, бірінші жағдайда X кіші 1001-ден, екінші жағдайда X артық 999-дан теңістігі дұрыс болатындай 3 натурал санды атаңдар. Бірінші жағдайда X кіші 1001-ден. Яғни X-тің орында бізде мысалы 546, 783, 999-ды алып қарастыра аламыз. Екінші жағдайда X артық болуы керек 999-дан. Яғни X-тің орнына біз 1005, 5462, 8000 дейтін сандарды жаза аламыз. Бұл бізде қатып қалған сандар емес, яғни X-тің орнына кез келген басқа да натурал сандарды таңдасаңдар болады. 35-ші есеп. Y-тің орнына қойғанда қос теңістігі дұрыс болатындай барлық натурал сандарды атаңдар. Бірінші жағдай. Бірінші жағдайда Y артық 13-тен, бірақ кіші 19-дан. Яғни бұл жағдайда Y-тің орында 14, 15, 16, 17, 18 дейтін натурал сандар орналасуы мүмкін. Екінші жағдайда Y артық 31-ден, бірақ кіші 37-ден. Бұл жерде Y-тің орында 32, 33, 34, 35 және 36 дейтін сандар тұруы мүмкін. Үшінші жағдайда Y артық 289-дан, бірақ кіші 294-тен. Y-тің орында 290, 291, 292 және 293 дейтін сандар орналасуы мүмкін. Төртінші жағдайда Y-іміз артық 1100-ден, бірақ кіші 1103-тен. Яғни Y-тің орнында 1101 және 1102 дейтін сандар орналасуы мүмкін. 36-шы есеп. 12-ші суретте берілген координаталық сәулені қолданып А мен 3-ті, А мен 6-ны, А мен Б-ны, Б мен 3-ті салыстырыңдар. Суретте бізде 3-ші нүктенің координатасы 3-ке тең екенін көріп тұрмыз. Онда бірлік кесінді 1-ге тең екенін анықтау қиын емес. Осы жерден А бізде тең 5-ке және Б тең 6, 7, яғни 8. Бірінші жағдайда А мен 3-ті салыстырыңдар. А артық 3-тен немесе 5 артық 3-тен деп салыстыра аламыз. Екінші жағдайда А кіші 6-дан немесе 5 кіші 6-дан. Үшінші жағдай. А мен Б-ны салыстырыңдар. А кіші Б-дан немесе 5 кіші 8-ден. Және төртінші жағдайда Б мен 3-ті салыстырыңдар. Б артық 3-тен немесе 8 артық 3-тен деп жаза аламыз. 37-ші есеп. 13-ші суретте кескінделген координаталық сәулені қолданып мүмкін болатын барлық қос теңістіктерді жазыңдар. Координаталық сәуледе көріп тұрғанымыздай Б саны
А санына қарағанда үлкен, бірақ С санына қарағанда кіші. Яғни Б саны артық А-дан кіші С-дан дейтін қос теңіздікті жаза аламыз. 38-ші есеп. А артық 23-тен, бірақ кіші 49-дан. А артық 35-тен, бірақ кіші 200-ден, және А артық 47-тен, бірақ кіші 61-ден дейтін қос теңіздіктері бір мезетте дұрыс болатындай А әрпінің орнына қандай натурал санды қою керек? Ең алдымен үш шартты жазып алайық. А артық 23-тен, бірақ кіші 49-дан. А артық 35-тен, бірақ кіші 200-ден. А артық 47-ден, бірақ кіші 61-ден. Ең алдымен, яғни бұл үш жағдайда да А-ның орнында бір сан тұру керек. Үш шартты қанағаттандыратындай. Ең алдымен сол жақтағы сандарға мән берейік. 23, яғни А санымыз 23, 35, 47 сандарынан үлкен болу керек. Бұл 48 және басқа да артық сандар. Енді 10 жақтағы шартқа назар аударайық. Бірақ А бізде 49, 200 және 61-ден кіші болу керек. Осы жерден көріп отырғанымыздай, ол сан тек қана 48-ге сәйкес келіп тұр. Сонда жауабы А әрпінің орнына тек қана 48 дейтін натурал санды қою керек. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.